Ассалаумағалейкум көрермендер, қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарың жақсы ма? Алла деп аман-есен жүріп жатсыздар ма? Мен Павлодар қаласынан боламын, точный массажист. Желкеме жауырынды шаншудың маманымын. Қазіргі мынау сіздерге бір кішкене айтып кететін өтінішім бар. Мынау үлкен бір керемет компанияға бас сұғып отырмын. Бұл компанияны қызықтыратын, бұл компанияның аты Vertex Union. Vertex Union'ның компаниясы қазіргі кезде керемет осындай өзінің байлығымен, өзінің сондай жақсы өнімдерімен әрбір адамға, әрбір пендеге пайдасы бар, витаминдер бар. Бұл витамин кешегі өмірге келіп шыр етіп түсіп жатқан, өмірге келіп жатқан кішкентай сәбилеріміз небір диагноздармен түсіп жатыр. Шырылдаған ананың дауысын естиміз, шырылдаған жас келіндердің дауысын естиміз. Баламыз сөйлемей жатыр, тілі шықпай жатыр. Баламыз бір түрлі аспанға қарайды, бір түрлі осындай несінде бойында бір түсініксіз жағдайлар бар. Осындай ерекше бала деген сияқты осындай көп сауалдарды естіп жатырмыз. Сол кісілерге айтатын жақсыларым, мен Павлодар қаласынан точный массажистпін. Мен қазір әрбір адамның сәл болса да, кішкене болса да адам баласына қолымнан келгенше көмегімді жасауға әрқашан мен дайынмын. Сіздерге көмектесіп, қазіргі мына компания кіріп, осы аурудың алдын алып, сіздерге бір кішкене болса да себебім, көмегім тисін деген. Мен де бір Алланың пендесімін. Сүрінбейтін тұяғы жоқ, адамды атта сүрінеді. Мен сіздерге бір кішкене айтып кетейін. Мынау керемет витамин, мынау қазіргі мына тіл жағын, тіл қабілеттері сөйлемей жатқан ЗПР, аутизм. Аутизмді көп ауруға шығарып жатыр. Аутизм ауру емес, жақсыларым. Аутизм деген ол адам, ол балалармен де мен бір кезде жұмыс жасағам. Бұл әлемнің баласы емес. Аутизм ол балалардың бойындағы тымсыл күштілігі, бойындағы мықты энергиясы. Бір қазақтың жалпақ сөзімен айтсақ, асып тасып тұрған күш деп айтсақ болады. Міне сол күшпен жұмыс жасайтын таза, мен сол заманда да айтып келе жатырмын. Аутизммен 3 адам жұмыс жасайды. Логопед, психолог, детский массаж. Міне осы 3 адам ғана аутизммен жұмыс жасаса, бірінші Алла, екінші осы азамат пен азаматшаларға балаларыңызды тапсырсаңыздар, солар балаларыңызды жақсы қатарға шығарып бере алады. Екінші, ЗПР, баланың тілі дұрыс шықпай, или басқа да бір жағдайлармен түрлі аурудың бағыттары көп, сол жағдайда жүрсеңіз, мына витаминді беріңіздер. Бұл витамин мультивитамин дейді. Бұның ішіндегі өзіміздің қазақтың жалпақ тілімен айтатын болса, әрбір өсімдіктен шыққан, әрбір жақсы шөп өсімдігінен, күнделікті жеп жүрген алма, виноград, бананың қоспасының талқанынан жасалған бұл витамин. Осы витаминді берсеңіздер дұрыс болады. Мен сіздерге осыны ұсынам. Алла қуат берсін. Бұл жақсы компания. Өзіміздің қарапайым халықтың қолжетімді компания. Бұнда 3 бағыты бар. Денсаулық бағыты бар. Осы міне витаминдер. Екінші, саяхат бағыты бар. Үшінші, табыс көзі бар. Сол сияқты әр адамның өзінің көңілі соқса, осыған көңіл бөлгендеріңізді сұраймын. Алла қуат берсін.